ақ, ниеті пәк қазақ елі бармысыздар? Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Жастар арнасы тағы да өздеріңізбенен келесі санында қауышқанына бек қуанышты. Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Қазіргі жаһандану заманында мынандай дүрбелең шақта аман-есен үйлеріңізде болғандарыңызға, жоғары жақтағы биліктің айтқандарына бағынып, тәртіпке бағынып, халықтың қамын ойлап, туысқандарыңыздың, бала-шағаларыңыздың қала берді, өздеріңіздің жеке басыңыздың қамын ойлап, сақтықта қорлық жоқ деп үйде отырғандарыңызды біз жақсы түсінеміз. Енді біз оны күнде телевидениедан көріп жатсыздар, интернет, әлеуметтік желіде де шығып жатыр. Оны дәріптеуден алыстамыз дегенде, өздеріңіз үйде, назарларыңыз бізде болғай. Бүгінгі біздің сіздерге арналған хабарымыздың форматы өзгеше, өздеріңізге кеңінен танымал әнші, жастарда, орта буында, үлкен ағалар мен апалар да, аталар мен қариялар да сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз Роза Әлқожа. Армысыздар. Жетісайдың жер жұмағы, жер жәннаты Жетісай. Жер жәннаты деп Жетісу өңірін айтады, жер жұмағы деп Жетісайды айтады. Жетісай өңірінің тумасы бүгін мынау сәуір айының 7-сі, қазақта 7 саны, киелі саны. Сондықтан қос Жетісайдың арулары сіздердің алдарыңызда бүгін қызмет етеді. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз біздің хабарымызға, Роза ханым. Мынау қазіргі дүрбелең шақта уақытыңызды бөліп, барлық өзіңізге проблема создап атқан жағдайлардың бәрін ысырып қойып, бір ауыз сөзімді екетпей келгеніңізге өте қуаныштымын. Сізге үлкен рахмет. Осы мынау қазіргі болып жатқан пәлекеттен қалай болып жатыр өзі? Не айтасыз, сіздің пікіріңіз? Рахмет бүгін эфирге шақырғандарыңызға. Біз өзі 18 күн болды ма карантинде, үйден шықпай, балалармен онлайн сабақ өтіп жатыр едік. Шынын айтсақ, эфирді сағындық. Әрине. Бүгін енді өзіңіз шақырғаннан кейін бірінші рет осы хабарға келіп отырмын. Енді қазір барлығымызға бірдей режим. Әрине. Үйден шығуға болмайды. Өйткені біз үшін қаншама дәрігерлер жұмыс жасап жатыр. Біз үшін қаншама ГАИ қызметкерлер жұмыс жасап жатыр. Сондықтан солардың еңбегін ескеріп, жан-жағымыздың бәріне, туған туысқандарымызға бәріне сол үйде отырыңдар деп өзімізді сол әсіресе балаларға жақсы болды қазір. Менің ана кішкентай қызыма жақсы болды. Жақсы болды дейміз, үйде болғандықтан. Жалпы бұл бәлекеттің бетін аулақ қылсын. Енді мынау жаңа бізді жолдан ұстады. Ол бір жағы дұрыста шығар, біздің мүмкін өтуге де болмайтын шығар, бірақ заңға томпақ келген жеріміз жоқ. Аман-есен жаңағы жолда бізді құтқарып жіберген, біздің құжаттарымыздың бәрі дайын болды. Сол Әмірхан жігітке мен рахмет айтамын, сізге біз жіберіңізші деген едім, сөзімде тұрайын. Әмірхан мырзаға рахмет айтамын. Сөзде тұратын адаммын. Жалпы мынау жолда тұрған ГАИ қызметкерлерінің бәріне рахметімді айтамыз. Өйткені біздің жағдайымызды түсініп, бізді етене жақын түсініп, өйткені бізді халық көрермен күтіп отыр. Біз баяғыда соғыс уақытысында Роза Бағланова Тәжібайқызы, менде Ұлбосын Тәжібайқызы, сол апам айтатын еді, біздер соғыс уақытысында окопта жатып, ана жерде солдаттар қан жосалып жатқанда ән айттым деп, сол айтқандай мынандай бәлекеттің кезінде Құдай сақтасын, бетін аулақ қылсын, үйде шықпай жатқан заманда, уақытта кезеңде біз Роза екеуміз бел буып, біз халқымыздан артық емеспіз, барып әнімізді арнап, бір жеңілдететін сөздеріміз айтып келейік деп сіздерге арнай келдік. Қадірлі көрермендер, мынау осынша бәрімізге қызмет етіп отқан, дұрыс айтатын Роза, мына медицина саласында қызметкерлер басымды иіп рахмет айтамыз. Қадірлі көрермендер,
өздеріңізге кеңінен танымал әншіміз, үлкен қарт әжелердің жақсы көріп тыңдайтын әншісі, орта буынның да, жастарының да көңілінен шыға білетін, өздеріңіз сүйіп тыңдайтын әншілік өнерінде өзіндік қолтаңбасы бар қыздарыңыз Роза Әлғожа бізде бүгін қонақта. Қош келдің, Роза. Рахмет. Бүгін енді барлық жерде карантин, бірақ осы сіздер эфирге шақырғаннан кейін елдің рухани бір кішкене көңілін толтырайық, рухани азық берейік, елмен жүздесейік деп оның үстіне әрине өзіңізді сыйлаймыз. Рахмет. Сіз сияқты жаңағы болсақ деп үлгі тұтып жүрген әпкелеріміздің бірісіз. Сондықтан эфирге шақырғандарыңызға рахмет. Рахмет жаным. Осындай қиын қыстау кезеңде бүкіл жұмысының бәрін ысырып тастап, қазір білесіз, елдің бәрі үйінде қамалып отырған кезде, қой менің бір бала-шағам қасында отырған болмас, халқыма барып әнімді айтып, көңілін көтеріп келейін деп, менің жартау сөзімді тастамай жерге келгені үшін сіздер көрермендердің атынан және өзімнің атынан, жастар арнасы бағдарламасының атынан сізге үлкен рахметімді айтамын. Рахмет сізге. Осы бағдарламаны пайдалана отырып, жаңа жолда өздеріңіз жақсы білесіздер, құрметті көрермендер, қазір барлық жерде тексеріс жүріп жатыр. Ол дұрыс та шығар. Сол тексерістен жақсы өттік. Сол жаңа бізді жақсы тексеріп, Розаны танып жатыр. Ой, әпкелер, рахмет сіздерге, жасыл жарық сіздерге өтіңіздер деп жатыр. Соның бірі жаңағы Әмірхан Мырзаменен тағы бір жігіттер. Рахметімізді айтамыз. Рахмет сіздерге. Біз қайтуымыз керек қой елге. Сол үшін рахметімізді айтып қояйық. Ал енді құрметті көрермендер, үйде қамалып отырғанда дұрыс шығар. Өйткені өздеріңізді ойлайсыздар, жан-жағыңызды ойлайсыздар, көрші қолаңдарыңызды. Қазақтың қанаты ұзын, құлашы кең ұлтпыз ғой өзі. Соны соларға кесіріміз тиіп кетпесін деп, бірінші өздеріңізді сақтап, енді үйде қамалып отырғанды дұрыс шығар, бірақ та енді көңілдеріңіз көтеріп отырыңыздар. Аллам бұйыртса, Құдай қуат беріп қолдаса, бұл кезеңнен өтеміз. Сондықтан өздеріңіз үйде, назарларыңыз бізде болсын. Біз сіздердің аттарыңыздан, жастар арнасы оңбосын бағдарламасының атынан Розаға рахмет айта отырып, бір ән сұрайық. Роза жаным. Енді гитарада өзі бірнеше әндер жазып болса, бір-екі аккорд білем енді, көп болмаса да. Жақсы тартасың гитараменен. Розаның бір артықшылығы бүкіл музыкалық аспаптарды ойнайды. Маған тартқан, маған ұқсаған Роза. Өйткені ол жер жұмағы Жетісайдың қызы. Рахмет әпке. Ерлан Жүністің сөзіне жазылған өзімнің «Өзіңді сақта» деген әнімді орындап берейін. Көрдіңіз бе? Өзінің әнін сіздерге арнап отыр. Роза өзі сазгерлікпен де айналысады. Розаның өзінің жүрегінен жарып шыққан әні «Сақта», өздеріңіз сақтаңыздар. Тақырыптық ән, тыңдайық. Қасым бермейтін, хабар бермейтін, жолдарда жүрсің, маған келмейтін, аяулым менің, алыста едің, жап-жарық жұлдыз, жүрегің сенің, құс келген шақта, түс көрген шақта, қол бұлғап тұрдым, сен жүрген жаққа. Ой, шіркін-ай. Қар жауған шақта, нұр жауған шақта, Ой, пәлі. сезімді қорға, өзіңді сақта, Ой, бәрекелді. сезімді
өзіңді сақта. Жалғызсың, көпсің, жолыңда көпсің, жүректе барсың, жанымда жоқсың, жолымыз жалғыз, жолықпай жүрміз, жүрегің сенің жап-жарық жұлдыз, құс келген шақта, түс көрген шақта, қол бұлғап тұрдым сен жүрген жаққа. Қар жауған шақта, нұр жауған шақта, сезімді қорға, өзіңді сақта. Сезімді қорға, өзіңді сақта. Керемет, керемет, Роза. Міне, өзіңді сақта дейді сіздерге. Өздеріңізді сақтаңыздар. Қандай керемет, мына тақырыптық ән болды. Өздеріңізді сақтаңыздар, жан-жақтарыңызды сақтаңыздар. Аман болайық. Рахмет, Роза жаным. Жақсы екен. Осындай өзіңнің шығарған әндерің сенің керемет. Осы біздің мынау Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында біздер дәріс береміз, өзіңіз жақсы білесіз. Сол жерде мықты болашағынан үлкен үміт күттіретін жеткіншектерді тәрбиелеп жатқан жағдайымыз бар. Сіздің де ұл қызыңыз сонда оқиды. Ол ұл қызыңыз өздері біз сонда барайық деді ме? Жоқ, менің жолымды қуасын қызым мен ұлым, сендер соған барыңдар деп сіз айттыңыз ба? Қалай болды өзі? Жалпы мен өзім ауылда осы Алматыға алғаш келетін кезде, оқу бітірген кезде, енді біз ол кезде 11-ші сыныпты бітіріп келетін едік қой. Сол кезде үйдегілер менің осы өнерге келуіме қарсы болды. Иә, о баста. Әу баста сол тіл әдебиеттің маманы болсаң деп Алматыға солай жіберген болатын. Бірақ мен енді сол өзімнің жүріп өткен өмір жолыма өкінбеймін, дегенмен әр адам Толстой айтпақшы, етікші болса да бірегей етікші болу керек. Әрине. Әркім өзінің саласын, мамандығын әу бастан біліп, соның жолында еңбек етсе, адам барынша кәсібилікке тезірек жететін сияқты. Сондықтан мен өзімнің өмірден түйгенім, өзімнің балаларыма алдына ешқандай шектеу қойған жоқпын. Өзіңнің басынан кешкеннен кейін. Өзімнің басынан кешкеннен кейін. Сосын енді мынау анасы, әкесі жаңағы өзі бір тегінде бар болса, өнер деген өзі балаларға да қонады екен. Әрине. Біздің балалардың барлығы сол қазақ тілі мен әдебиетке жүйрік, сосын әнге, қара сөзге жүйрік. Үлкенімізде осы қазір 9-ші сыныпты бітіріп, Жүргенов атындағы өнер колледжінде биыл Құдай қаласа 3-ші курсты бітіреді. Бейбарыс дұрыс, танимын, жақсы танимын. Болашағынан үлкен үміт күттіретін зерек бала 1-ші курста мен де оқыды. Бейбарыс. Қазір сіздің кешіріңіз Ақботамыз мен де оқып жатыр. Кешіріңізші, сіздің жолдасыңыз да сонда өнер адамы ма? Менің жолдасым журналист, Алаш айнасы деген бұрын газет болды, қазір портал. Сол газетте жауапты хатшы болып жұмыс жасайды. Жақсы. Жаңа ата-анасының жолын қуып отыр дегенге Айдын мырза да өнер адамы ма деп жатырмын ғой. Жалпы мен түскен әулет өте өнерге жақын, сондай сөз ұстаған, барлығы шетінен домбырамен ән салатын сондай бір өнерлі әулет. Менің екінші анам Нарынқолда халық театрында жұмыс жасаған екен. Ән салады өзі. Оны қалай түсінуге болады екінші анаңыз дегенді? Енем.
Ене, қайненеңіз. Қайненем. Жақсы. Сол жақтың келінісіз бе сіз? Иә, мен негізі атам түбі Нарынқолдікі. Жақсы. Албанға түскенсіз бе? Иә, Талғардың келінімін. Жақсы, бақытты болыңыздар. Дұрыс. Иә, сіз басында осы өнер жолына келмей тұрғанда журналистика қолданбағыңызды білеміз. Сіз телевидениеде істедіңіз. Осы жастар арнасында. Иә, бәрінен хабарым бар, айналайын Роза. Енді жақында ғана осы кереметтей бір концертіңіз өтті. Кереметтей концерт өтті. Ешқандай форматқа ұқсамайды, өзіндік бір ерекше зал деген толып отырды. Онан кейін бір келісілген бір уақытқа бағынған жоқ. Соншалықты көрерменнің қолдауыменен, қолпаштауыменен, көрерменнің сұрауыменен концертіңіз ұзаққа созылды. Сонда ұзаққа созылғанда ел бір жалығып, бір тыпыршып кетеді ғой халық. Ондай болған жоқ. Сілтідей тынып, бір кереметтей тыңдап, сізді сондай бір жақсы дәрежеде концертіңіз өтті. Мен сізді құттықтаймын. Концерттен алған әсеріңіз қалай болды бұрынғы қойғандарыңыздан? Бұл жолғы концерттің қиындығы 2 күнде 2 үлкен қалада концерт бердім. 8-ші наурыз күні Алматы қаласында, 9-ші наурыз күні Нұр-Сұлтан қаласында. Қиындығы сол 2 күн қатар келуі. Әрине, ол енді оңай емес. Көрермендер тек бір сахнада әдемілеп киініп алып шыққаннан кейін оңай деп ойлайсыздар. Ана концерттен шыға салып үйге барып, одан шығып ұшақпен ұшып барып Нұр-Сұлтанға барып концерт қою деген ол оңай шаруа емес. Ода үлкен қажырлықты, еңбекті талап ететін. Енді Роза, сол жаңағы осы Алматыда концерт берген кезінде экран шымылдығы ашылған кезде сен жанды дауыспенен Құрманғазы оркестрімен өлең айттың, Сазген оркестрімен өлең айттың. Бұл басқаша форматта басталды. Сонан соң ең қиын жер сол болды. Өйткені сахна ашылған кезде бәрібір кез келген әнші үшін ол қорқынышты. Әрине, қорқынышты. Қобалжиды. Заңдылық нәрсе. Оның өзі, сосын мен енді фольклорлы ансамбльмен бірінші рет айтып тұрмын. Иә. Сондықтан қатты қобалжыдым. Алматыда сол Сазген сазымен айтқан кезде дауысым дірілдеп, солай басында қорқыныш болды. Ал Астанада өте жақсы болды. Өйткені бірінші концерттен кейін екіншісі кішкене жеңілдеу болған сияқты. Иығына жүк түскендей болған ғой, әрине. Иә. Сол енді тағы да жаңа әндер жаздырып, жаңа костюмдер. Сосын костюмдердің өзі де бір алдын ала дайын болған жоқ. Сол болатын күн бір күн алдын келді. Ол қалай тұрады, соны бәрі жаңа болды да. Оның үстіне Алматыдағы кеште балаларды алып шықтық. Балалар жүргізуші болды. Олардың жүргізушілігіне уайымдап. Көрдім мен Бейбарыс жүргізді ғой. Бейбарыс пен Ақбота жүргізді. Балалар үшін бір уайымдап, өзім үшін бір уайымдап. Иә, солай, бірақ Аллаға шүкір, жаңа өзіңіз айтқандай халық көп болды, лық толды. Екі қаладағы көрермендердің қошеметі менің бір ән өлкесінде қайтадан бір шабыттанып жұмыс істеуіме әсер етті. Әншіге ең керегі де сол ғой. Әншіге шабыттандыратын да көрермендеріміздің сіздердің ықыластарыңыз бен қошеметтеріңіз. Одан кейін сен өзіңнің артынан өкшеңді басып ілесіп келе жатқан өзіңнің тәрбиеңменен халыққа кеңінен танылып, қазіргі хит әншіміздің бірі болған айналайын Әлжаппар. Әлжаппар да саған бар еңбегіменен еңбек етіп жатыр. Әлжаппар туралы да тоқтамай кетуге болмайтын шығар. Ауырың. Иә, ол менің кешімде халық негізі менің кешімде Әбдіжаппарда, Әбдіжаппардың кешінде мені іздейді. Рас па? Екеумізді бөлгісі келмейді. Мысалы, бір ақын ағамыз айтады, мен Әбдіжаппар екеуіңіз ән айтқан кезде әнге емес дейді. Екеуіңіздің бір-біріңізге деген бауырмалдық бір ықыластарыңызға, ниеттеріңізге қарап жүрегім елжірейді дейді. Сол сіздің бауырыңыздың әпкесіне деген сондай құрметіне, кішіпейілдігіне сондай риза болып, жаңағы сырттан сүйсініп отырам деп айтады. Ол рас, мына Әбдіжаппардың бір сахнада өзінің актерлік шеберлігі де бар. Осы семен осы қарым-қатынаста болып сахнаны толтырып тұрады. Кейбір әнші бар ғой, қанша жанды дауыспен айтса да микрофонмен ғана жұмыс істейді, халықпен жұмыс істемейді. Көрерменмен деген сөзім. Сол Әбдіжаппарда бүкіл қасиет Алла тағала өзі табиғи берілген.
Әбжаппардың соны көреміз. Мен как өнер адам ретінде Әбжаппар сенің концертін толықтырады. Әбжаппардың концертінде сен оны толықтырып тұрасың. Өте дұрыс айтады. Халық деген көрермен деген сыншы ғой ол. Жаңағы көрдің бе, бір-бірлеріңе бауырмалдықтарыңды, бір-бірлеріңе деген іштей тебіреністеріңді, көзқарастардың бәрі көрініп тұрады. Сахна айна ғой. Көрермен бәрін сезіп тұрады. Осы жолы да Әбжаппар келді. Енді оған рахмет айтатын дәрежеге келдік қой енді. Қазір бұрын ол маған қатысайыншы деп өзі өтініш айтатын. Қазір енді қатысқаныңа рахмет деп өзімнің бауырыма өзім рахмет айттым. Оған да сансыз шүкір Аллаға. Аллаға шүкір. Екеуміздің бір ерекшелігіміз, енді мен көбіне ойлантып кетем ғой көрерменді. Ол билетіп кетеді. Көңілін көтереді, соны айтам. Қандай жақсы болды. Дұрыс айтасың, сен кәдімгі халықтың жүрегінен шығатын сыршыл әндерді көбірек айтасың да, халықты мұңдатып, өткен кезеңіне оралтып, халықты неше түрлі күйге бөлейсің дағы, сөйтіп дұрыс-ау деп өмірге еніп отырған кезде барады да шабыттанып Әбжаппар көтеріп тастайды. Өте дұрыс айтасың. Бір-бірлерді толықтырып тұрасыңдар. Жақсы. Сонымен енді ода жақсы, Нұрсұлтанда өткенде қанша сағат болды концертіңіз? Нұрсұлтанда 2,5 сағат эфирден берді Қазақстан ұлттық арнасы. Жақсы. Алматы қаласында енді ол 3 сағат болған концерт болды. Жақсы. Сонда да халық сілтідей тыңдап отырды. Халықты жалықтырған жоқсыз. Енді бізде мынау көрермендеріміз жалықтырмайық, екінші әніңізге кезек берейік. Қандай орында берсем екен? Айта ғой. Көрерменде сіздер үйде отыр ғой, бұл жолы сахнадан көрген бір бөлек, үйде мынандай жағдайда отырып тыңдаған бір бөлек. Демалыңыздар, өздеріңіз үйде, назарларыңыз бізде болғай. Енді Әбжаппар орындап жүрген Ана әке деген әнін орындап берейін. Айтыңыз. Өйткені жаңа өзіңіз айтқандай, менің көрермендерімнің көбісі ақжаулықты аналар, батагөй әкелеріміз. Сіздер аман болыңыздар. Алла Тағала біздің барша жұртымызды, адамзат баласын осы індеттен сақтасын. Иншалла, амин. Айтқаныңыз келсін. Жанашырым ана, барасылым ана, дарашыңым ана, шырағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шынарымсың ана. Аяулым өзіңмен мақтанамын ана. Мен сені Меккеге апарамын ана. Баланың қолдаған бақталабын бұлағымсың әке. Бір жылы сөзіңе шаттанамын әке. Мен сені Меккеге апарамын әке. Биікке самғайды баптағаның шырағымсың әке. Ой, бәлі. Өмір берген маған, көңіл бөлген маған, сенім берген маған, ай күнімсің, қамқорларым дана, сүйенішім дара, әке менен ана, байлығымсың ана. Аяулым өзіңмен мақтанамын ана. Мен сені
мен сені Меккеге апарамын әке. Биікке самғайда баптағаның шынарымсың әке, шуағымсың әке. Ой, рахмет, рахмет. Анаңдар зашығал. Еш өшпейтін, өлмейтін тақырып. Ана менен әкеге арналған ән. Керемет. Ол екінің бірінің репертуарынан табыла бермейді. Осы Роза, мен сені бала кезіңнен білем, жас кезіңнен сені осы өнер саған нағашы жағынан келген ба? Өйткені мен сені нағашыңды танимын, Темірхан деген менің досым болған. Өйткенде Жетісай қаласында тұрғанда ар жағында бізге жақын жерде Гагарин деген жер болған, Өзбекстанның жері. Сол жақтан ол кезде граница жабылмаған, барып келіп базар ошарымыз жасап жүре беретінбіз. Сонда біздің үйге келетін Жұмахан сері екеуі Жетісайда домбырасын көтеріп, өзі бір келбетті жігіт болатын. Жігіттің серісі, жігіттің сұлтаны Темірхан. Сәлеметсің бе, Темірхан? Вот сол кісіден де сізге өнер жұққан ба? Нағашыдан жұққан ба? Қай жақтан жұққан сізге келген өнер? Енді біз жаңағы осы көзімізді ашып көрген кезде жаңағы алғаш естіген жырымыз, әрине ол менің өзімнің жаңа жеңеше деп айтам, анамның әндері. Ол кісі, сіз жаңа білесіз, Жандарбеков атындағы театрда жұмыс жасаған, Қаракөзді ойнаған, Раушан коммунисті ойнаған, мынау Бөриса ағамыздың шәкірті. Кім деген? Алтынай Ходжаева деген Әлихан қызы. Сол кісі карьерада енді ұзақ жұмыс жасамаған, өйткені күйеуге шыққан деген сияқты. Батыстың әндерін орындаушы өзі, Арифолла Құрманғалиевтің, Мұхиттың әндерін біз сол кішкентай кезімізден тыңдап өстік. Ол кісі хордерді бітірген өзі, негізгі мамандығы. Сол кісі өзі баулыды. 6 жасымда домбыра үйретті. Жақсы, жақсы. Сол кішкентай кезімнен қазақша костюм тігіп беріп, өзі өлең шығарып беріп, кез келген бір жиын болса, соның басында мен домбырамен ән айтатын. Сол кісінің жаңағы, сіз енді ағасын айтып отырсыз, Темірхан. Ағасы мамаңыздың. Ол кісілер, мен енді Темірхан ағаның, бізде енді нағашы таға деп айтады ғой енді. Ол кісінің жаңағы есімде Азимбек Жанқұлиев келіпті. Ташкентке айтысқа барыпты деген жаңағы. Өнері болатын. Жетісайда театрда айтыс болды деген сияқты, сондай айтысқа қатысатын жаңағы тойларды жүргізетін. Өте талантты жігіт. Үйге келгенде ән салып отыратын. Енді өнер ол кісіге жаңа Темірхан нағашымызға ар жағы Салғожа деген кісіден келген екен. Бізде Бекахметовтар деген бар, білесіздер. Білемін, Ораз Ожа. Біздің ұлы нағашыларымыз сол кісілер. Сонда мен ойлаймын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жатыр екен. Қазақтың сөзі бар ғой, жаңа өнер жерде қалмайды, жиенде қалады деген сияқты. Солай келе жатқан сияқты. Жақсы, Роза, қанағаттандым, кереметтей жауап алдым, рахмет. Өнер қайда барады, көрдің бе, ұрпақтан ұрпаққа жалғасады, қанмен келеді ғой. Рахмет, нағашы жұртыңа да, анаңа да, жалпы сен өнерге тәрбиелеген жан жағыңа, ортаңа рахмет, саған рахмет. Құрметті көрермендер, өсіріп отқан ұрпағымыз көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш заман болсын. Қария мен қарт әже, ақ тілегі оң болсын. Оң болсын бағдарламасын жүргізген әкім Тәжбайқызы ұл болсын. Жастар арнасы, құрметті көрермендер, сіздермен әрқашан бірге, біздің арнамен бірге болыңыздар, бізден алыстамаңыздар. Әрдайым бізді асыға күтіп отырыңыздар. Сіздердің бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Аманшылықты кездесуге Құдай нәсіп етсін. Сау сәлеметте болыңыздар. Аман болыңыздар.